Сәлеметсіңдер ме балалар? Сынып сағатымызға қош келдіңіздер. Берілген сандардың артында жасырылған сөзді табайық. Сөз жұмбақта қандай сөз жасырылды екен? Қане кім шапшаң табады? Жарайсыңдар балалар. Сіздер сөз жұмбақты дұрыс таптыңыздар. Яғни бүгінгі сынып сағатымыздың тақырыбы адамның асыл қасиеті адалдық туралы болмақ. Жүсіп баласығын адамгершілік пен инабаттылықтың 4 қасиетін 6600 тармақтан 72 тараудан тұратын құтты білек дастанында көрсетіп берді. Бұл өмірде адамдар игілігі үшін еңбек ету сауапты іс. Сондықтан өз міндетіңді бұрынғыша адал атқара беру керек. Жүсіп баласығы. Демек балалар, жеке бастың қамы ғана үшін емес, біріншіден отбасыңыз, туған туыстарыңыз, туған жеріңіз, отаныңыз, жалпы адамзат қауымы үшін жасалған еңбек, төгілген маңдай тер ең басты іс екенін Жүсіп баласығын осы құтты білік дастанында атап айтты. Адам бойындағы асыл қасиеттерге шыдамдылық, адалдық, парасаттылық, сыйластық, әдептілік, батырлық, шыншылдық жатады. Әдепсіз адам ауыздықсыз атпен тең, ақылды ғалым жазық болған қатпен тең. Адамның адамшылығы, ақыл, ғылым, жақсы ата-ана, жақсы құрбы ұстаздан болады. Адамдар өздеріне байлық пен атақты қалайды. Егер осы екеуіне адал жолмен қол жеткізе алмасаңыз, оларда аулақ жүргеніңіз дұрыс. Адамның қандай қызмет жасаса да адал болу керек. Жақсылық жасау адам бойына бала кезден қалыптаса бастайды. Сыйласаң сыйлы боласың, үлкенге десіз, кішіге десіз, барша жанды құрметтеп бас иеміз біз. Өмірлік жолдас болатын ақыл ой саналы адам болса, сол кәдімгі ақыл болады. Саналы болсаң өмірде, ол соны ақыл дейді. Ой саналы бол тұрады, жақсы оқы, үздік бол. Адалдық адам мінезіндегі бағалы қасиеттердің бірі. Адалдық әрбір адамның өнегелі тәрбиесіне, оқып білім алуы мен адал еңбектену кезінде қалыптасады. Адалдық ол адамның абырой атағын арттыратын ізгі қасиеттердің бірі. Олай болса, ондай ізгі қасиеттер қалыптасу үшін адам бір-бірімен мейірман болу керек, ақылды, шыншыл, қайырымды болу керек. Сонда ғана адамгершілік қасиеттер қалыптасады. Адал дос дегеніміз не балдар? Адал дос дегеніміз өтірік айтпайтын, шындықты үнемі жақтап жүретін, досын ешқашанда ұятқа қалдырмайтын, барлық уақытта қол ұшын беретін нағыз жолдасты айтамыз. Олай болса, осындай адал дос болыңыздар. Осындай адал достық қалыптасу үшін әрдайым сіздер әдепті, сыпайы болуға, алдыңыздағы кезіккен адамдармен амандасуды, кешірім сұрауды, өтінемін деген жылы сөздерді үнемі айтып үйренулеріңіз керек. Олай болса балдар, адалдық деген бұл адамдықтың белгісі екен. Сондықтан да адал болыңыздар, адал дос болыңыздар, адал адам болыңыздар деген тілегімді айтамын.